Tamamdır. Şimdi hazır sabahımızı başlamak psixologiyaga ahvol qoplanadi, ya'ni sizlar administratsiya qiladi. Qasmimizdaga o'quvchilarga boshqa tezlikda nima qilmoqchiman? Qanday boshqa? Лиза шоу. Эльвен өте адамгершілігі мол. Алимжан өте абырой. Аделия өте әдепті. Камила өте көрікті. Тамаша. Тоғжан тәртіпті. Тамаша. Сол өте нұрлы. Әдемі өте әдемі қыз. Тамаша. Ансар ақылды. Арман адал. Арман. Айым адал. Айым ақкөңіл. Ақкөңіл. Тамаша. Айым. Жасыл. Ерекше. Тамаша жарайсыз. Ал Ерасыл, сіз маған айта алыңыз. Айта алыңыз. Тісі бойынша бір сұрақтан алып ішіндегі сұрақтардан алып берілген. Бұл жерде барлығына айтсақ. Жауап берсеңіз аламын. Айым. Ал жақсы, кімдайып жауап берсеңіздер болады. Жақсы, тамаша. Жақсы, тағы. Келесі кімдайып? Ақымбектің қайсы болғандары ол 20-шы қарашада Атырау облысында өзінің үйінде қайсы болған. Жақсы. Тағы. Кімдайып? Өлеңдегі мен сөзінің мәні ол ойшыл, дана және өзінің елі жері үшін мазаланатын тұлға. Өте тамаша, Камила.
Мен күнделікті жазып, тақырыпты жазамын. Бүгінгі сөйлейтін тақырыбымыз Махаббат Өтепқұлының бағаналы терек атты өлеңі және өлеңдегі аттағы ой. Бүгін біздің жеріміз жетісі. Бүгінгі сабақтың мақсаты эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндерді композицияға амал жасауы және автор стиліне сөзіне отырып шығармашылық жұмыс жазу. Енді алдымен бағаналы терек өлеңін тыңдап алайық, иә? Бағаналы терек жарылса, бағаналы терек жарылса, батыраш жанат болар ма? Қарағайға қарсы бұтақ біткенше, еменге ері бұтақ бітсейші, қыранға тұрып бағаға. Ханнан қырық туғанша, қарадың бірақ тұсайшы, халықтың кегін тұсайшы, артымыздан біздердің ақыры теңдік сұрарға. Енді қарап отырсақ, бізде өлеңнің ішінде түсініксіз сөздер кездеседі, иә? Енді солардың анықтамасын біз өзіміз тауып көрейік, жасылар. Бізде батыраш, бағаналы және тұғыр сөздері берілген. Ал бірінші, Халима, бірінші мықты тілдер мен бірінші ол бағаналы сөздің. Бағаналы, жақсы. Келесі. Алиден айтамын. Бүркіт ұттыратын құрлығы, мен ойымша ол тұғыр. Тұғыр. Соңғысы бізде батыраш. Ал соңғы жауаптарыңызды сет көрейік. Тамаша, жауаптарыңыз өте дұрыс. Тамаша, жалпы біліп алдық, иә? Енді осы оқылған өлең бойынша бүгінгі тақырып бағаналы терек өлеңін әзір тыңдадық. Енді топпен жұмыс жасайық. Бірінші топ біздер бағаналы терек өлеңнің тақырыбы мен идеясын анықтайсыздар. Жақсы тақырыбы не туралы идеясы. Екінші топ бағаналы терек өлеңінің құрылымын талдайсыздар. Үшінші топ өлең мазмұны бойынша берген ақпараттардың шындық не жалған екенін айтасыздар. Мен сіздерге қазір ақпарат беремін, соны анықтайсыздар. Ал екінші топ сіздер құрылымын талдайсыздар. Бірінші топ тақырыбының идеясын анықтайсыздар. Жақсы ма? 15 уақыт.
болмаса қайсарлығы қазақ халқының рухын көтерімдігі рас. Біз оны шындық деп санадық. Өте жақсы. бағаналы тірек өлеңнің әрбір буыны мен бунағы, әрбір тармағы мен шумағы қайсарлыққа айқындамайды. Ол жалған. Тамаша. Ақын еліне көмек қолын созатын адамның өмірге келмегенін, өмір сүріп жүргені артық деп нық басып, ашық шындықты айта алмауы ол жалған. Төртіншісі шығарма арқылы келер ұрпаққа үлгі өнеге болсын деп қалдырды. Біз ойлаймыз, бұл шындық. Бағаналы тірек өлең арқылы тек қана қарағайдай өз қамын ойлайтын адам дүниеге келгенше, емендей елінің қамын жасайтын болған жаралы. Бұл дұрыс. Дауылсыз ақынның осы өлеңінен халық кегін алатын, теңдікті сұрайтын ұлды армандағаннан нақты көруге болады. Ол шындық. Күрес арқылы жетеміз деп мақсаты орындалмай, көтеріліп жеңілген соң патша саясаты халықты бұрынғыдан жетер еді, ел басына халықты күшейтті. Ол шындық. Жақсы, тамаша. Келесі топ. Бағаналы теректің құрылымын айтады. Авторы бізде Махамбет Өтемісұлы. Бұл өлеңнің басшылығы бұл өлеңде қазақ халқының көп көтерілісі болған. Және бұл өлең автор өмірдің соңғы кезеңіндегі көңіл-күйінің көрінісін көрсетеді. Ерасы айтады. Енді шумақтың тармағы шумақ 2 шумақ, 6 тармақтан 9 тармақ. Тамаша. Енді жинақ пен буын санына келетін болсақ, жинақ саны 10, ал буын саны 9. Келесі. Бұл өлеңнің ұйқастыры бұл кезекті ұйқас. Кезекті ұйқас дегеніміз бұл бірінші жолы ұйқасы, екінші жолы ұйқас болу. Тамаша. Жарайсыздар, өте жақсы. Келесі топ. Махамбет Өтемісұлы тек өз қамын ойлайтын адам туғанша, еліне көмек беретін, өз елінің қамын ойлайтын адам туы арқырап болады деп шындықты айтады. Тамаша. Жалпы Махамбет Өтемісұлының бағаналы тірек өлеңінің негізгі тақырыбы ол көбіне Исатай батырдың ізбасар мұрагерлеріне арнаған, яғни Исатай батырдың ерлігін үлгі етіп, болашақ ізбасарларға үлкен үмітпен қараған ақынның жаны сырып. Тамаша, жақсы. Қысқаша менің ойымша өлеңнің идеясы ол бір орында тұрмай халыққа пайда тигізу. Менің ойымша Махамбет Өтемісұлы бізге әрқашан пайдалы болу керек. Халыққа көмек беру. Халыққа көмек бермесең де басқа да бір жерге көмек бер. Қысқаша айтса, әрқашан орында тұрмау керек. Жақсы, тамаша. Күрескер ақын деген тақырыпта постер қорғайсыздар. Жалпы Махамбет туралы білгендеріңізді сурет ішілер болса, сурет салсаңыздар болады. Жалпы Махамбет туралы бүгінгі өтіп жатқан бағаналы терек өлеңі бойынша қорытынды ой ретінде постер қорғап
Biz ne sağlayacağız? Öz sağlayacağız. Bu şeyler ne sebebi olsa temsilcinin belirtileri arqılı қазіргі кезде biz былайша айтқанда осы жарқын өмір сүріп жатырмыз. Енді Махамбет Өтемісов әрқайсысы өз ойын айтып кетті. Ең біздің бастайтынымыз ол Махамбет Өтемісов 1974 жылы Батыс Қазақстан облысында туылған кәсіпкер ақынымыз, мықты қолбасшымыз болды. Ол Исатай Таймановпен бірігіп бірнеше көтерілістерге қатысқан кәсіби қызметкерлер. Осы жазғандай Махамбет жырларынан Батыр ақынның арманын мақсатын көре аламыз. Оны мен осы еділдің ең тоғаны мектепке дегенін айтып кеткім келеді. Еділдің бойы ең тоған ел Қыдырстан дегенін жағалай жатқан сол елде ал Қыдырстан дегенін жүргеніне ол өзінің халқын кедейшіліктен сақтап өзінің батырлық егер болмысын ары қарай дәстүр арқылы осы жақсы өмір құралымызды көре аламыз. Енді оның бойынан батылдық ерекшелігі қасиеттерін байқаймыз. Біз оны алдыңғы сабақтарда өткен Баймағамбет Сұлтанға айтқаны керек толғауынан соңға қараймыз. Бұл толғауда ол Исатай Таймановпен өз жақын досымен бірге қатыгездік хандарға қарсы шығып олардың өзінің саясатының жаман екендігін осы жерде Махамбеттің өзінің ақылымен емес ол жерде жүргізген болатын. Оның өмірінде 1982 жылы Шамшынайза ол жерде ол көбіне батырлық жайлы және сол жағының сақыл кезеңдері жайлы айтылады. Сонымен қорытындылай келе мен айтып кеткенде Махамбет халық арасындағы жұмыстарда келелі істердің өнеріне арқау еткен рухты ақын, оның шындықты бүкпей жырлаған батыл екені бәрімізге белгілі. Және де Баймағамбет Сұлтанға атты өлеңдерде халық разылдарын сүрген көңілге түстен тарту көздерін, көңілдердің өз басын өмірге түсініп жасалған. Первый сценарий общества. Сонымен қатар Махамбет Өтемісов өз өлеңдерінде көптеген былайша ерліктің адалдықты сол айтқан мен айтайын және де халқымыздың өзіндік болмысы тұрмыс-тіршілігі туралы да қайсарлығы мұратқа бас иіс еркіншіл рухы туралы да жазып кеткен болатын. Рахмет. Жақсы отыра қойыңыздар, тамаша. Егер Махамбет үлкен ақын болған, ол Исатаймен бірге қазақтың бостандыққа күрескен, ол қазақ халқына тараған Ресей патшалығына қарсы шыққан, ол Исатайдан үлгі алған, өйткені ол шын күрескен болған, ол туралы қаншама өлеңдер жазған. Махамбет Сұлтан батыры әрі ақыны ол жастайынан абай ақыны секілді ақындық өнерге шынығып өсті. Сондай-ақ ақындық өнермен ғана емес патриотизммен де халқының мақтанышты. Махамбет Өтемісов неге күреске ақын болған? Себебі отанға деген махаббаты сезіммен, сөзімен де сүйетін өтілген. Өз халқының мақтанышына сондай-ақ ерекшелік алуға
теориясы өтуге көйгөн. Жақсы. Махамбет мысал көзге теориясының басты башылар болған Пикассоның жақын досы болған, ол Исатай оған аға Жақсы. өз елін қорғайды асыл ағаны үшін күрескен ескі астана Айнар. Махамбет күреске рахмет. Өйткені ол нағыз дос және батыр болған. Өлеңге арқылы біз оның батыр қошылардың екенін көреміз. өзге Рахмет.